Байлық пен кедейлік туралы аңыз. Күндердің бір күнінде байлық пен кедейлік кім сұлу деп сөз таластырыпты. Алайда бір ымыраға келе алмаған соң, жаяулатып келе жатқан ер азаматқа біздің сұрағымызға сен жауап бере алатын сияқтысың. Айтшы, екеуміздің қайсымыз әдеміміз, сұлумыз деп сұрапты. Қап, қалай жауап берсем екен деп жаяу жүргінші басы қатады. Кедейлікті сұлу десем, байлық ренжіп менен кетіп қалар. Байлық сұлу десем, кедейлік маған ызаланып, бас сала төнуі мүмкін. Қайтсем екен? Ар ойланып, бер ойланып, бірден бұл сауалға жауап беру қиын екен. Сендер ары-бері жүріп көріңдер, мен қарап көрейін, дейді. Байлық пен кедейлік арыда, беріде өтеді. Бар сұлулығын көрсетуге тырысып бағады. Иә, қайсымыз сұлу екенбіз, дейді екеуі жарыса. Ер атам жымиып, сен кедейлік кетіп бара жатқанда, яғни артыңнан қарағанда сондай сұлу әрі тартымды көрінесің. Ал сен байлық керісінше, жүзіңнен бері қарап адамға қарай жүргенінде сұлулана түсесің деген екен. Барлықтарымызға кедейлік арқасынан, ал байлық жүзін бізге қарай келсін деп тілеймін. Назарларыңызға рахмет.